Ол бала күнде PlayStation'да футбол ойнауды ұнататын. Бірақ бір күні өзі де сол экрандағы жұлдыздардың қатарына қосылатынын білмеді. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Қызыл қағаз YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі бейнероликте Ливерпульдің негізгі ойыншыларының бірі Диого Жотаның балалық шағынан бастап әлемдік ареналарға қалай көтерілгенін толық баяндаймыз. Қызықты деректер мен ешкім біле бермейтін фактілерді білгің келсе, видеоны соңына дейін көр. Диого Жота 1996 жылдың 4 желтоқсанында Португалияның Порту қаласында дүниеге келген. Толық аты Диого Жота Тейшейра да Силва, оның футболға деген махаббаты бала күнінде-ақ байқалған. Жота доппен күнде аулада ойнайтын, ал ата-анасы оның бұл қызығушылығын қолдады. Жотаның алғашқы футбол мектебі Гандомар футбол клубы болды. Ол физикалық тұрғыдан әлсіз, бойы аласайды. Бірақ әр жаттығуды соңғы мүмкіндігіндей көріп, жанын салды. Ең дарынды емес шығармын, бірақ мен ең еңбекқор боламын деп өз-өзіне ант берген. Диого өз қатарластарынан жиі шетте қалып жүрді. Көп жаттықтырушылар оның бойының аласа екенін сылтау етіп, алаңға шығармайтын. Жота ол кезде небәрі 9 жаста болатын. Кішкентай Диогоның дриблингі мен алаңдағы ақыл ойы бапкерлерін таңғалдырды. Кішкентай академия жаттығып жүріп, ол үлкен клубтардың назарына тек табандылығы арқылы ілікті. 2013 жылы Жота Пасуште Феррейра академиясына ауысты. 2 жылдан соң небәрі 18 жасында ол Португалияның жоғары лигасында дебют жасады. 2015 жылы ол лигадағы ең үздік жас ойыншылардың бірі болды. Оның талантын байқаған Атлетико Мадрид 2016 жылы оны өз қатарына шақырды. Бірақ қызығы, Жота бұл клуб үшін бірде-бір ресми ойынға шықпады. Атлетико оны алдымен Порту клубына жалға берді. Портуда ол өзін жақсы қырынан көрсетті. Кейін Вулверхэмптон клубы оған назар аударып, Англияға шақырды. Бұл трансфер оның өміріндегі үлкен бетбұрыс болды. Вулверхэмптонда Жота нағыз жұлдызға айналды. Оның жылдамдығы, шешуші пас беру қабілеті және гол салу шеберлігі Премьер-лига көрермендерін таңғалдырды. 2020 жылы Ливерпуль оны 45 миллион еуроға сатып алды. Көпшілік ол Салах пен Мане сияқты бола алмайды деп күмәнданды. Бірақ Жота алғашқы маусымында-ақ бәрін дәлелдеді, маңызды матчтарда гол соғып, клубтың сенімді ойыншысына айналды. Жота Ливерпульде алдыңғы шептегі кез келген ойыншыны алмастыра алады. Оның басты артықшылығы универсалдылығы. Ол шабуылда да, флангта да, тіпті 10 нөмір позициясында да ойнай алады. 2021 және 22 маусымында ол барлық турнирлерде 20-дан аса гол соғып, клубтың маңызды бомбардирлерінің біріне айналды. Жеке өмірі. Диого Жота отбасы құндылығын жоғары қоятын жан еді. Оның жұбайы Рута, және олар бірге баласын тәрбиелеп отыр. Жотаның тағы бір қызық қыры, кітап оқуды ұнатады, және бос уақытында PlayStation ойнайтын еді, тіпті FIFA рейтингі бойынша бірінші орында тұр. Және келесі FIFA 26 обложкасында Диого Жотаның суреті тұрады деген жаңалықтар да бар. Ол қарапайым, сыпайы және жанкүйерлермен жиі байланыс жасайтын футболшы еді. Диого Жотаның ағасы да футболшы болған, бірақ кәсіби деңгейге жете алмады. Жота Португалия ұлттық құрамасында Криштиану Роналдумен бірге ойнады және бірнеше шешуші ойындарда гол соқты. Және де осы жазда өткен Лига Наций турнирін Криштианумен бірге Испания құрамасына қарсы жеңіп алған болатын. Диого Жота өкінішке орай 3 шілде күні таңғы уақытта бауыры Андре Силвамен бірге Испания елінде Санаврия ауданында көлік апатына түсіп қайтыс болды. Апаттың себебі көліктің тегершікті кенеттен жарылып көлік өз бағытын жоғалтқан. Және соғылғаннан кейін бірден өртке оранып жанып кеткен дейді оқиға орнында болған адамдар. Оның жасы небәрі 28-де еді, ал бауыры 25-те. Апатқа түспестің алдын 5 күн бұрын үйлену тойын жасағаны туралы әлеуметтік желіде бөліскен еді, және Жотаның артында 3 баласы қалды, өкінішті әрине. Оның отбасына, ата-анасына, бауырларына қайғыра көңіл айтамыз. Және Ливерпуль футбол клубы Жотамен келіскен 2 жылдық келісім шартта қалған. Ливерпуль клубы Жота алуы тиіс болған жалақысын оның отбасына келісім шарт біткенше төлеп отыратын мәлімдеді. Осы ісімен Ливерпуль өзінің нағыз ұлы клуб екенін дәлелдеді. Бұндай клубты қалай құрметтемеске? Респект.
Егер бұл видео саған ұнаса, лайк басып, пікір қалдыр және арнаға тіркелуді ұмытпа, бұл біз үшін өте маңызды. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.